тайм капсуланы айналып шығасың. Сосын арғы бетте дүкен болады, міндетті түрде туристік орындарда. Шыққан бетте дүкеннен заттар алу керек деген сияқты. Енді керемет көріністі айтып жеткізе алмайым. Өте әдемі. Мынау негізі Сингапур ол порт қала ғой, порт. Кемелер осы жаққа келіп тоқтап, аялдап, арғы жүгін артып, басқа жаққа кететін қала болған негізінде тарихына үңілсек. Кейіннен бұл үрдістер дәстүрде жалғасып, қазіргі таңда Сингапур әлемдегі теңіз мұхит маршруттарының өте бір ыстық нүктесіне айналған. Соның дәлелі ретінде мен сіздерге мына көріністі жаңа көрсеттім. Мына кемелерді алпауыт жүк кемелерді қараңыздар, не деген көп. Мынау өздеріңізге белгілі бейресми 7 жұлдыз деп айтылады. Бұл Марина Бэй қонақ үйі 3 мұнараның үстінде кемені қойып қойған. Мынау